Кентау қаласы су спорты түрінен де жетістіктері кемде емес. Қазіргі уақытта қалалық жүзу бассейнінде 17 жаттықтырушы және де 524 бала спортпен белсенді түрде айналысып жатыр. Ағымдағы жылы президенттік сынамалардан Қазақстан Республикасының 4-ші чемпионатында 3 алтын медальді қанжығаларына байлап қайтқан. Ауылдық округтерден 7 жаттықтырушы жұмыс жасайды, 2 жаттықтырушы теннистен, қалғандары волейбол спорт түрінің мамандары. Соңғы кездері волейболшылар жақсы көрсеткіш көрсетуде, жақында облыстық чемпионатта 2-ші жүлделі орынды алып келді. Бізде президент көп сайыс болғандықтан, балдар многоборцы болып өсетті, көп сайыс, яғни 7 видтің бәрін тартып шығалады. Олар президент көп сайысқа 4 вид спорта кіреді. Бізде ол жүзу, спортивное плавание, жеңіл атлетика, пулевая стрельба, яғни пневматикалық мылтықтан оқ ату. Сосын кермеге тартылу, силовая гимнастика кіреді. Яғни бізге келген оқушылар барлық қала тұрғындары, облыс балдары барлық видтермен выступать ете алады. Ол президент көп сайыс жаттығуынан жарыстарынан бөлек біз тағы триатлон жарыстарына бағарамыз, жеңіл атлетикалық жарыстарына бағарамыз. Сол 2017 жылы жеңіл атлетикадан Қазақстан Республикасының чемпионатында қызым қола медальға иеленіп келді. Одан кейін 17 жылы Липинскийдің құрметінде халықаралық жарысы болып өтті. Стран Средней Азии, Өзбекстан, Қырғызстан мемлекеттерінің участниктерімен бірге өткен жарыста бір күміс и бір қола иеленіп келдік осы Кентау қаласының тұрғындарымен.